Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Құрсайдан Абдувалиев клиникасы. Бұл жерде біз ивенсуна медицинасымен халыққа ем көрсетіп жатырмыз. Бұл емдердің ішіндегі ең бізге үлкен рөл ойнайтын біздің малхам деген нәрсе бар. Бұл малхам Самарқанда істетіледі. Қаттақорған деген жерде, ол жерде Қазақ ауыл деген ауыл бар екен. Алдын қазақтардың ауылы бар екен, бағанда көрдім. Қазақтардың бәрі қазір Қазақстан көшіп кетті да. Ол жерде малхам центр ашылыпты. Так, енді халықтың бәрі бір ғой. Ең главный осы малхам туралы айтпақшымын қазір. Бұл малхамды қазір біз Құдысы Самарқанның малхамы. Так, ивенсунадан алғанбыз. Ивенсунада бұл описание етілген бұл малхам. Оның ішінде көп шөп дәрілер бар. Осы метод бойынша біз қазір осы Құрсайда Шымкентте халыққа ем көрсетіп жатырмыз. Так, бұны ішкен кезде бұның қасиеттері қалай? Бұның қасиеттері бірінші адамның бауырын тазалайды, қанын сұйдырады. Так, бұны ішкен кезде определенный диета ұстау керек. Ішкі аппараттың бәрін тазалайды. Бауыр, ұйқы без, өт бәрін тазалаған кезде адамның қаны сұйылады и адам түзеледі. Бұның пайдасы қалай? Бұл өте пайдасы үлкен. Давленияға, жировой гепатозға, гепатиттерге, Б, С, Д барлығының өте пайдасы көп. Өйткені әсіресе аяқ ауруларға, артроз, артрит, грижа. Бәрі бізге келеді аурулар, артроз, аяқ ісіп. 3 күннен кейін диетаға малхам отырған екен, аяқ ауыры басылып қалады. Айтады, аяғым басылып қалды дейді, былай жүреді. Мен дейді, массажды алдым, содан басылып қалды аяғым дейді. Фактически, бұның басылуы мына малхамның қасиеті. Малхамда өте қасиет көп. Ең адамның ауруының өзі бірінші тамақтан келіп шығар екен ғой. Аяқ аурулардың бәрі біздің қазақта мақал бар. Аттың аяғына жем түсіп қалыпты деген. Яғни аурудың көп сұстаптағы аурулардың бәрі жеген тамағыңызға байланысты. Деген тамағыңыз қорытылмай қалып, шлакқа айналып, ол тізеге түседі. Сол кезде ана ішкен кезде тізе тазаланады, тізенің ауруы қояды. Давленияның көп мияға келіп шығу механизмдары, мынау ішіп жатқан малхамымыз. Давленияның көп шығу механизмдары қазір именно сол диетаға байланысты. Бізде қазір дұрыс тамақтануды Қазақстан, былай айтқанда, мижаз түйелерін вообще білмейді. Бізге бірінші келгенде сұрайды ғой, мен давлениям түспейді дейді ғой, оның не тамақ жеп жатқанынан тірлік жоқ. Бізге біреулер келеді леченияға. Ана күн біреу кепті, давление 200. Мен оған 2 күн алдын келген, примерно түсіндіргем. Сіз келесіз, диетаға отырасыз, мижазыңызды турлаймыз, малхам ішесіз, давление түсіп деп жіберген. Сөйтіп кепті, давление 200. Не қылдыңыз десем, жылқының етімен 5 бармаққа тойып келдім дейді ғой. Бәрібір Ашербектің клиникасына барғанда мені диета отырғызады, тамақ бермейді. Сол үшін бір тойып келейін дедім дейді ғой. Бұл деген адам 100-ге барғанша диетамен жүру керек. Тамақты жегенде сіз тамақ жеу үшін жасамайсыз ғой бұл дүниеде. Денсаулық үшін тамақ жейсіз. Сол үшін қарау керек. Не жебасыз? Қалай жебасыз? Сіздің мижазыңызға тура келе ме, келмей ме? Давленияңызға қалай әсер қылады? Именно соған қарап адам тірлік жасау керек. Міне қазір біз келіңіздер, малхам істеңіздер, өте пайдасы көп. Қазір біздің бұл жерде істеліп жатқан нәрсеміздің бәрі табиғи методтар. Табиғи дегені натуральный методтар да. Қазір барлығы химикат көбейіп кетіп қалды қазір. Барлығы химикат да. Химикаттан шығу керек. Барлығы табиғи, натуральный тамақтар көту керек. Натуральный таза нәрсе жеу керек. Сонда адамның денсаулығы жақсы болады. Сіздерге рахмет айтамыз. Бірінші ауырмаңыздар, келсеңіздер, осы ем арқылы сіздер түзелесіздер. Рахмет сіздерге.